Al ballar olur mu? Mынау қолымыздағы қазақтың қара шаңырағы. Шаңырағымыз еш уақытта шайқалмасын. Тәуелсіздігіміз мәңгілікке тұғыр бола берсін, ол қалыптассын. Бүгінгі бейбіт күнге, ертеңгі мәңгілік елімізге байланысты осы жерде әдемі тілегімізді жолдаймын. Нұрбаным? Ұлтымыз мәңгі биікте жете берсін. Даусымызды шығарамыз. Еліміздің ертеңгі тұғыры биік болсын. Еліміз аман болсын. Президентіміз аман болсын. Шаңырағымыз биік болсын. Тәуелсіз еліміз мәңгілік болсын. Тәуелсіз күндері жалғасын. Еліміз мықты болсын. Еліміздің тәуелсіздігін деп әлемге шарықтай берсін. Егемендігіміз мәңгі болсын. Тәуелсіздігіміз асқақтай берсін. Аспанымыз әрқашан ашық болсын. Әрқашан бейбітшілік сауал болсын. Келешегіміз жарқын болсын. Еліміз жоғары деңгейде дамып берсін. Ата-бабамыз қалдырып кеткен жерді мәңгілік тәуелсіздікте сақтайық. 100 жасыңыз. 100 жасайды, иә? 100 жасайды. Енді балалар осы шаңырақтың астына қарасаңдар, QR код өрнегі бар. Соған қарап, телефондарды қосып, сол телефон оқылғаннан кейін желтоқсан тәуелсіздік мәңгілік ел деген 3 топқа топтасамыз. Болып жатыр ма? Иә. Дәптерлер қателеспесін, сол дәптерлермен бірге топтарды таба қойған. Жақсы, мінекей кәдімгі қазақтың қоңыр ауылдарына ұстап қалды да, өсірінген ауылына ұстап қалды. Ал енді балалар, әдеттегідей үй тапсырмасын тексеріп алайық, яғни өткен материалмен қазіргі жаңа материалды шығару үшін бізге тұтас сұрақтары әбден керек. Ол үшін ұлттық спортымыз жамбы ату әдісі арқылы біз осы жердегі сұрақтарды таңдаймыз. Қай сұрақтан бастаймыз балалар? Біріншіден бастаймыз ба? Ретімен ба? Жарайды. Мен аламын балалар. Арқасында сұрақ бар, оқимын. Өмірзая романының авторы Баққожа Мұқай туралы не білеміз? Ал, Данагүл. Баққожа Мұқай 1948 жыл дүниеге келіп, 2008 жыл дүниеден өткен. Туған жері Алматы облысы, Нарынқол ауданы. Өзінің драматургияға өзінің көп үлесін қосқан, тәуелсіздіктен кейінгі қазақ әдебиетін дамытқан. Жалпы шолу осы иә балалар. Екінші сұрақ ретімен дегеннен кейін алып жатырмын. Өмірзая романы жайында автор өзі не дейді? Айта ғой. Баққожа Мұқай Өмірзая романы мен бұл еңбегімді тәуелсіздік жолында құрбан болған ер азаматтардың аруағына арнаймын деген. Өте жақсы, дұрыс па балалар? Белсендірек. Қошеметтеп отырыңдар бір-біріңді. Әдебиет танушы Жанар Сейсенбаева осы роман туралы не дейді? Айта ғой. Жанар Сейсенбаева былай деген бұл туындыда кеңес үкіметі 70 жыл бойы қазақ халқы саясатын жүргізіп, қазақ халқын қиыншылықпен және үлкен ауыр зардап әкелген, зардап тигізген деген. Қай уақытта? Кеңес үкіметі кезінде, иә. Төртіншісі, романда қандай өзекті мәселелер көтерілген дейді? Төртіншісі, Қуаныш айта ғой. Шығармада ұлттық дін, тіл туралы және де баспана, Ауғанстан соғысы туралы және де желтоқсан оқиғасы ұлттық трагедияға қатысты. Ұлттық трагедиялар мәселе болып көтерілген, иә? Ауған соғысы деп айтамыз. Келесі сұрақ, 5-ші сұрақ екен. Романның тақырыбы не болды? Романның тақырыбы Өмірзая деп аталды. Оның аталу себебі кеңестік сынашақ саясатты қазақ өкіметі мен қазақ халқына, оның болмысына, құрылысына тигізген зардаптары туралы айтылады. Тигізген зардаптары туралы айтылады, иә? Тақырыбы дегенде балалар, не туралы шығарма? Идеясы дегенде жазушының алдына қойған мақсаты, иә? Осы екеуін шатастырып алмаймыз. Алтыншы сұраққа кезек кетті. Романның идеясы қандай дейді? Туралы Зейнеп хан айтам дейді?
Қожа Өмір Зая романында 20 ғасырда болған әділетсіздіктер сипатталады. Кеңес үкіметінің қазақ еліне бүркемеленіп жатқан әділетсіздіктерін осы романда ашылады. Осы романда ашылады. Сонда идеясы не болды? Кеңес үкіметі кезіндегі әділетсіздіктер Әшкерелеу, иә? Бүркемеленіп жатқан әділетсіздіктерді әшкерелеу болды, иә? Отыра ғой, жақсы. 7-ші сұрақ. Білім іздеп келген жастардың неліктен жолы болмайды? Ал Мирасыл айта ғой. Себебі гранттың бәрін шет-шетелдіктердің балдары ғана бөлісіп алғандығын, ал қарапайым халықтың балалары гранттар салмады. Олар сол себепті комбинаттарда, фабрикаларда қара жұмыс істеуге мәжбүр болды. Мәжбүр болды дейді. Қысқаша айтқанда, иә? 8-ші сұраққа кезек келдім. Аяған Қуатов пен Асылхан тағдыры жайлы не білеміз, кейіпкерлер? Ал Амина айтам дейді. Аяған мен Асылханның тағдыры ұқсас болады, яғни екеуі шындық үшін күреседі. Ал шындық тоталитаризмнің ата жауы болып саналады. Яғни екеуі тоталитаризмнің құрбаны болды. Екеуі тоталитаризм құрбаны болды. Тоталитаризм қандай термин не мағына береді? Тұтастай түгел деген мағынаны білдіреді. Яғни тоталитаризм орнаған мемлекетте қоғамның барлық саласы мемлекеттің бақылауында жүреді. Мемлекеттің ғана бақылауында жүреді, иә? Келсеңіз ғой, балалар. 9-ші сұрақ. Роман неге өмір зая деп аталған? Жалпы өмір зая деген сөздің мағынасы не дейді? Кім айтады? Ал айта ғой. Өмір зая романның аталу себебі жазушы Алдияр Ахманұлы мен Есқайраңның өмірлерін зая кетуі, бірақ та бұлай ұрпақ үшін өмірлері зая кеткен жоқ. Өйткені біз тәуелсіздікке жеттік. Және өмір зая сөзінің ұғымы жетім жұлдыз бір өшіп бір жанады деген мағынаны білдіреді. Өмір зая сөзінің ұғымы. Сонда не түсіндік? Өмір, олар жылайды ғой, өмірім зая кетті деп. Шынымен зая кетті па? Жоқ, ұрпақ үшін зая кеткен жоқ. Ұрпақ тәрбиелеуде олардың өмір зая кеткен жоқ. Өйткені ұрпақ тәуелсіздікке жеткізді. Жалынды жастар, иә? Тәуелсіздікке жеткізді. Өте жақсы. Өмір зая деген ненің аты болып сонда? Жетім жұлдыз бір жанып бір өшеді деген мағына. Жетім жұлдыз деген мағынаны береді екен. Есеп шықпайды, балалар, иә? Жетім жұлдыз бір өшіп, бір жанып, солай өлімсіреп жанып тұрады екен. Сол жетім жұлдызды өмір зая деп те атайды екен қазақ. Өте жақсы. Өте жақсы. Рахмет. 10-ші сұрақ. Алдияр Ақпанұлының прототипі кім дейді? Ал айта ғой. Алма. Қасымның көтерілісін ұлт-азаттық қозғалыс деп ретінде бағалағаны үшін тарих ғылымының докторы Ермұхан Бекмахановты 1952 жылы 25 жылға ит жеккенге жер аударып жібереді. Не үшін? Ол Кенесары Қасымның көтерілісін ұлт-азаттық қозғалысы деп бағалағаны үшін. Деп бағалағаны үшін, иә? Ал Алдияр Ақпанұлына оны не үшін қатыстырып айтып жатырсың? Себебі Алдияр Ақпанұлының жасы бірде оның атын өзгертіп Ермұхан Бекмаханов деп қойған. Жазушы оның атын өзгертіп Алдияр Ақпанұл деп өзі таңдап өзі қалады, иә? Сөйтіп жазды. Кейіпкер түсірді. Негізінде ол бар адам өмірде кім деді? Профессор Ермұхан Бекмаханов. Ермұхан Бекмаханов. Дауыстарын шықпай жатыр, балалар. Алмастан сәл түсіріңдер сөйлеген кезде. Келсеңіз ғой, балалар. Сонымен прототип деген не болды? Шын өмірдегі аты. Адамның шын аты өзінің, иә? Шын өмірдегі адамның шын өзінің аты. Профессор Алдияр Ақпанұлы Қуатқалия ес ақсақалдардың арасында өзара ұқсастық бар ма? Асан айта ғой. Ол ұқсастық үшеуі де артынан ерген жалғыз балаларын тілеген әкелер. Себебі олардың балалары әділетсіздіктің құрбаны болды. Әділетсіздіктің құрбаны болды. Осындай ортақ ұқсастық бар. Өте жақсы Асан. Жақсы. Нақты сөйлеп үйреніпсіңдер. 17-ші соңғы сұрақ, желтоқсан оқиғасының қазақ тарихындағы орны. Ерасыл? Желтоқсан оқиғасы қазақтарға тәуелсіздік алып келді. Қазақстан өз тәуелсіздігін алғаннан кейін басқа елдер де өзіміздің тәуелсіздігімізді аламыз деп жиналды. Содан кейін КСРО ыдырап құлады. КСРО-ның ыдырауына бірден бір себепші болды, иә? Басқалар тәуелсіздіктерін біз сияқты қан төгіп, жан берісіп, жан алысып алды ма? Жоқ. Қалай болды? Кәдімгідей? Бейбіт түрде алды. Бейбіт түрде еншісін алған баладай болып өздерінің шығып кетті, иә? Ортадан шығып кетті. Солай КСРО-ның ыдырауына алып келді. Жақсы отыра ғой балам. Міне желтоқсанның қазақ тарихындағы орны осы екен. Ал енді балалар рахмет, үй тапсырмасын кішкене пысықтап алдық. Үй тапсырмасы қандай материалдарды пысықтап алдық. Енді жаңа
көшейік. Мынау сурет қандай мағынаны береді? Романмен және заманмен байланыстырамыз ба? Анель айтам дейді. Біздің ата бабаларымыздан көптен күткен арманын Нұрсұлтан Назарбаев орындады. Тағы да толықтырып жіберейікші Саттархан. Бұл суретте біздің қазақ ханды құрған кезден бастап қазіргі тәуелсіз кезге дейінгі тарихы бейнеленіп тұр. Егер де суретке қарап тұрсақ, ортасында аттың үстінде сақ патшайымы Томирис тұр деп ойлаймын, менің ойымша. Одан кейін оның астында 300-дің ұлы билері Төле би, Әйтеке би және Қазыбек би тұр. Одан кейін шет-шеттерінде қазақтың зиялы қауымдары, ақын жазушылары және батырлары, хандары, елге пайдасы тиген батырлар. Бұл жерде қарапайым халық па балалар? Керісінше сол халықты бастаған көшбасшылар, барлық тарихымыздың кезеңдеріндегі тарихи тұлғалар. Мына Томирис па балалар? Неге? Бұл алтын адам емес па? Алтын адам не болып табылады бізде? Ұлттық жәдігер. Ұлттық жәдігер, тағы да. Алтын адам деп тағайындап белгілеп қойдық қой, алтын адам. Алтын адамды көргенде нені түсіне береміз? Ол ненің символы? Алтын адам. Алтын адам тәуелсіздіктің символы емес па? Тәуелсіздіктің символы емес па алтын адам? Қожарға жасауы кесеміз тұрған. Иә, жарайды балалар. Соныменен қазақ қандай күрес жүргізсе де, не үшін жүргізді? Тәуелсіздік. Қазақтың бүкіл тарихы тек қана тәуелсіздік жолындағы жолына құрылды. Қазақтың бүкіл тарихы тәуелсіздік жолына құрылды. Түсінікті ма? Ал олай болса балалар, бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы ары қарай бұл еңбегімді қазақ елінің тәуелсіздік жолында құрбан болған ерлердің ұрпағын арнадым дейді автор Баққожа Мұхай. Сабақтың тақырыбы романды ары қарай жалғастырамыз. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаттары шығармадағы авторлық идеяның өмір шындығымен байланысын анықтау және әдеби шығарманың жанрына қарай композициялық ерекшеліктерін айқындау болып табылады. Осы мақсатқа жету үшін балалар біз қазір мынадай жұмыстар жасаймыз. Яғни түртіп алу әдісі арқылы қазір біз оқып шыққан роман үзінділері болсын, желтоқсан тобына осындай тапсырма бергелі тұрмын. Оқып шыққан үзінділеріміз болсын, нысанаға әділетсіздікті ала отырып, болған әділетсіздікті ала отырып, сюжетті композициялық талдау жасаймыз. Жанрлық ерекшеліктеріне тоқталамыз. Түсінікті ма? Желтоқсанға айтып отырмын. Ал келесі тәуелсіздік тобына және мәңгілік ел топтарына, екі топқа мен кейін әдісі бойынша тәуелсіздікке дейін мына мәселелер қалай қаралды, романда солар қалай көрінді, жазушылар қалай жеткізді, және тәуелсіздіктен кейін осы мәселелерде өзгеріс болды ма? Соны айтамыз. Екі топты сөйлеткен кезде мен қатар сөйлеттіремін. Бұл да бір әдіске жатады. Қатар сөйлеймін. Кейінді айтасың, кейінді жалғастырасың. Бұрынғыны айтасың, қазіргіні айтасың. Жарай ма? Нақты сұрақтар құрастырамыз, нақты ақпараттар іздейміз. Бұл енді уақыт бермесем де болады балалар. Өйткені романның әрбір үзіндісін оқыған сайын біз осы сұрақтарды сабақта қойып отырамыз. Бір-біріміздің білімімізді пысықтау үшін қойып отырамыз. Кішкене ойлап жинақтап алыңдар, жарайды, бір минут уақыт берейін. Ойлап жинақтап алыңдар. Хотя айтып қойдым, хотя ойлап отыр, мынау деп ешқандай қорықпаңдар балалар. Дұрыс болса қуанамыз, дұрыс болмай қалса дұрыстаймыз. Кішкене ойларыма түрткі болады. Бастайсыңдар ма? Жақсы, желтоқсан тобына. Рұқсат, иә? Оқиғаның басталуы балалар, мына жерде оқиғаның байланысы болу керек, иә? Байланысқаннан кейін барып дамуы кетеді. Енді кішкене қатты кетіп қалды. Оқиғаның басталуы, оқиғаның байланысы, бірақ кейбір жерлерде ол қатты бір дөрекі
Тарафы қатеге жатпайды. Оқиғаның байланысуы, одан кейін оқиғаның дамуы, басталуы, одан кейін дамуы деп кетеді. Отырыңдар, бәрін жазып. Иә, мысалыға, оқиғаның басталуына не алдында? Біз басталуына жалпы бізге оқулықта берілген, хрестоматияда берілген романды оқып, оның кішкене талдау жасадық. Жалпы бұл шығармада кеңес үкіметінің қазақ халқына өз туған жерінде жасаған әділетсіздіктері туралы. Жалпы шығарма бізде кітап бойынша берілген бойынша жалпы татар шалдың аяғанды өз пәтерінен, туған жерінен қуып шығуынан басталады. Қуып шығуынан басталады, иә? Аяғанның оған қандай ызасы келеді, қалай ызасы келеді, қалай ол жеткізеді? Не деп айтады? Мені өз туған жерімде тұрып, басқа ұлт өкілі өз туған жерімнен, туған жерімнен үйден қуып шықты деп ашуға булығады. Ашуға булығады. Қазағының қанымен, жанымен келген туған ата мекенінен өз жерінен қуып шығады. Татар шалдың қандай үйде тұрды? Ескі кепесінде. Кепесінде жер, кепе матау, кепе мауын құдай біледі, иә? Қандай кепесінде тұрған? Жарайды. Жақсы болады. Сонымен оқиғаның басталуына аяғанның татар шалдың қуып жібергені. Жарайды. Оқиғаның байланысуы. Байланысу деп айтайық, иә? Байланысу деп айтайық, түгел деп айтайық, нақыр айтқаннан кейін. Оқиғаның байланысуы өзге ұлттардың қазақтарға тыныштық бермеуі. Мысалы, жұмыс орнында оларға кедергі болып, барлығы жұмыс орнында кедергі жасап тыныштық бермеуі. тыныштық бермеу деп айтамыз ба, қайтып айтамыз ғой, қалай düzelтсек болады? Кедергі келтіруі, шетке тебуі, шеттетуі, тағы. Оның ішінде романда Геркулестен арып, аяғанның астына дөрекі көрсетіп, оларға тиісті. Оларға тиісті, төбелес шығарып жіберді Геркулес, иә? Сонда байланысқа неге осы Геркулес пен төбелесін қойып тұрсыңдар? Неге? Қалай байланыстасыңдар? Олар қалай байланыстасыңдар? Айтшы, топтан толықтыру бола ма? Асан? Бұл жерде басында оқиға басталған кезде де басқа кешеттен келген келімсектер мысалы тақтарын шалып, қазақ жерінен қазақтарды, қазақ үйінен қазақты өзінің үйінен қуып шықты. Ал оның байланысы жұмыста жүрген кезде де басқа ұлт өкілі қайтадан қазақтарға тиісіп жатыр. Қайтадан қазақтарға шеттен келген қазақтарға тиісіп жатыр. Содан байланыс тауып тұрмыз деп тұрсыңдар ғой, иә? Өз елінде өгей ұлдың күнін кешкен сияқты, иә? Жарайды келісеміз. Оқиғаның дамуы түртіп алып отырсыңдар. Дәптерлеріңді ашыңдар, түртіп алып отырыңдар. Ол қазір бір рет айтады, өзін ұмытып кетеміз, жазып отырыңдар. Оқиғаның басталуына не болды? Кетіріп қояйын. Оқиғаның басталуына не айтылды? Татар шалдың үйінен қуып жіберді. Татар шалдың аяғында отбасыменен үйінен қуып жіберген. Екінші, оқиғаның байланысы дедік. Құрылыс басындағы төбелес. Кіммен төбелес? Геркулес пен аяғанның төбелесі, иә? Жақсы, жазғын түртіп алыңдар. Жазып отырыңдар. Келесі, оқиғаның дамуы дейді. Ал? Оқиғаның дамуы. Қазақ жастарын өз еркінсіз ауған соғысына алып кетті. Ал еш жарсыз қазақ жастары ол соғыста қаза тапты. Бұны оқиғаның дамуына алып кетіндер, сол өзінің... Бұл жерде жаңа кім Геркулеспен төбелескен Асылхан сол неде болады, ауған соғысында болады. Және олар ауғандармен соғысады, бірақ не үшін соғыс жатқанын өздері білмейді. Өз ел үшін соғыс жатқанын оны білмейді. Соны біз қайдан білеміз? Ауған соғысындағы шейіт болған жас қыршын балаларын қайдан білеміз? Кімнің әңгімесінен білеміз біз оны? Баққожа Мұқай. Кімді сөйлетіп отыр Баққожа? Аяғаны Асылханды деген. Иә, оқиғаның дамуына ауған соғысының зардаптарын жатқызып отырсыңдар, иә? Келесі оқиғаның шиеленісуі. Енді біз нысанаға не қойдыңдар айтпақшы? Нысанаға әділетсіздікті қойдыңдар, иә? Кеңес үкіметі кезіндегі жасалған әділетсіздікті қойдыңдар. Жақсы, рахмет. Оқиғаның шиеленісуі. Шиеленісуіне екі шалдың әңгімесін алдым. Екі шал екеуі өз диалог арқылы бүкіл қазақ халқының өздерінің балаларының жастардың жазықсыз жапа шеккендігі туралы. Екі шағын кім екен? Кім екен? Екі қария. Мұрат кімнің әкесі? Аяғанның әкесі Есқария?
қарияның несі бар, диалог негізі ұқсастықтар үшеуі де өз баласын Ерасыл жақсы ма жағдайың? Жағдайың жақсы ма? Жақсы болсын. үшеуі де өз балаларының құрбаны болды енді. Жазылсаң жапа шекеді туралы осыны оқиғаның шегеншіне келді. Шиеленісу, иә, шиеленісу деген бір жақсы сөз емес балалар, бір жұғымды әдемі сөз емес ол. Шиеленіспекті, жағдайым шығып кетті, ісін асырға шығып бара жатыр деген мағынаны береді, иә. Сонда шиеленіске нені әкелді? Екі шалдың диалог арқылы өздерінің балаларының жазылсаң жапа шеккенін өзі алды. Енді соны айтсайшы, екі қос қарияны сөйлетті ғой, Баққожа сөйлетіп отыр. Сонда нені оқып отырмыз біз солардың әңгімесінен? Атап айтқанда, балалардың жапа шеккенін біліп отырмыз деді. Не істеді? Не болып жатыр ол балалардың олардың? Желтоқсан оқиғасы. Жоқ, апай мен айтайын. Желтоқсан оқиғасы, дұрыс. Енді әділетсіздікке қарсы күрес толықтырып жіберіңізші, кім айтады? Өз туған жерінде бола тұра басқа ұлт өкілдерінің келіп қазақ жеріне үстемдік ету билеп Жоғары айтып жатсыз, маған нақты Апай, мысалы, бұл жерде апай балаларының бастарына қандай күн туды, не болып жатыр? Қариялар жылап отыр. Қуат қарияның баласы аяғын өз ерін сүйгені үшін, оны өз ерін жақсы көргені үшін оны ұлтшыл деп оған кінә жауып, оны жындыханаға жауып жібереді. Аяған кімнің шәкірті еді? Алдияр Ақпанұлы тарих ғылымдарының доктор деп бағана айттық қой, иә, профессор. Ал Алдияр Ақпанұлының өзінің туған баласын оның шәкірттері құртады. Себебі Алдияр Ақпанұлы өзі профессор болғандықтан, соған Алдияр Ақпанұлына жақындау үшін оның баласымен соның шәкірттері байланыстаман дейді. Кітапта стақандас достары деп берілген. Бүйтіп айтайықшы онда, түсінікті болсын. Алдияр Ақпанұлының ұлы қайда? Не болды оған? Ішкілікке салынды депті, кім құртты оны? Сол өзінің шәкірттері құртты. Өзінің шәкірттері, иә, ішкілікке салынды. Екінші қариямыз кім еді? Қуат қарияның баласы Аяған өздерінің жындыханада жатыр, иә? Керемет білімді жас жындыханада жатыр. Кім ше? Ес қарияның баласы, бірақ ол кімдерге жұмыс істеп кетті? Билік өкілдеріне. Аты кім еді? Мұрат Байлары. Мұса Байлары не істеді? Өз әкесінен жүйеленді. Мүлдем қазақтың менталитетіне жат нәрсеге ауып кетті. Өзінің туған әкесіндегі жындыханаға жауып жіберді. Жақсы, Асан, бұл мәселеге тағы да тоқталатын шығармыз. Және біреу қалды. Шарттау шегі. Шарттау шегі. Осы шығармадағы оқиғаның шарттау шегі деп мен үш ақсақалдың, үш шалдың өзінің балаларына деген көңілі толмауы және соларды уайымдауы туралы алсақ болады. Мысалы, соның ішінде ең сорақысы ес ақсақалдың баласы өзінің бас пайдасы үшін сол әкесін жындыханаға жатқызды. Оққан кезде қандай болдыңдар, иә? Өз туған әкесін жындыханаға жатқызып тастайды. Жақсы. Сәл қысқартып сөйлейік, уақытымыз кетіп жатыр. Және оқиғаның шешімі. Ал айтамын. Оқиғаның шешімі аяғанды жындыханадан шығарып, ешау аяғанға бата беріп кешірім сұрау ниеттеді. Кім? Аяғаннан кешірім сұрайды. Ес ақсақал. Ақсақал еш шал бар. Ес ақсақал кешірім сұрайды, иә? Не үшін кешірім сұрайды? Осы жындыханаға кіргізіп жағдай жеткен үшін осы әжесінен кешірім сұраймын дейді. Және де жақсы тәрбие берген маған. Кімге? Аяғыма. Ой, аяғын Қуаттың баласы емес пе еді? Ес ақсақал кім? Ес ақсақалдың баласы кім еді? Мұса Байлар. Мұса үшін әке ұялып аяғаннан кешірім сұрайды. Өйткені зардапты аяған кешіп отыр, иә, балалар? Енді өте шым-шытырық оқиғаларға құрылған роман. Шатасқандар кішкене шатастырған шығарсыздар. Жарайды, балалар. Жақсы, жол-жөнекей тағы да тоқталамыз. Енді рахмет, ендігісі балалар дейін және кейін әдісі бойынша. Оқиғаның мәселелерді көрдіңдер ме? Баспана, әке мен бала, жұмыссыздық, білім алу, жастар ой еркіндігі. Қазір дайынсыңдар ма өзі? Дайынбыз, иә? Тәуелсіздік тобы, тәуелсіздікке дейінгіні мәселені айтады. Тәуелсіздіктен кейінгі осы мәселелер қалай өзгеріске ұшырап жатыр, қандай жетістіктерге ұшырап жатыр, жетістікке жетіп жатыр дейміз. Кәне бастайықшы. Мысалға баспана. Кеңес үкіметі кезінде баспана алу оларға қиынға соқты. Және осы баспанаға сәйкес осы романда аяған былай дейді. Ата-бабамның тастап кеткен ұлан-ғайыр
жерінен бізге алақандай жерді тимеді ау деп өте қатты ыза болады. Сол кезде өзі қазақ бола тұра қазақ жерінде өзге ұлт өкілінің баспанасында жалдамалы пәтерде тұру олар үшін қиынға соқты. Олар үшін қиынға соқты, иә. Демек баспанаға қол жетпеді. Жарайды, ал тәуелсіздіктен кейін баспана мәселесі шешілді ме? Айта ғой, Тоқтар ханым. Қазіргі таңда тәуелсіздіктен кейін баспана алу кез келген адам баспаналы бола алады. Өйткені қазіргі таңда баспаналы болу үшін неше түрлі бағдарламалар ойлап табылған. Мысалы, әскери адамдарға, мемлекеттік қызметтерге, ал енді қарапайым халықтар үшін 7-20-25 және 5-20-25 бағдарламалары ашылған. Бұл бағдарламаларда өздерінің арнайы құжаттарын тапсырып және алғашқы сомадағы ақшаны құйса болды, бірнеше ай немесе күннен кейін баспаналы бола алады. Жарайды, мемлекеттік осындай баспана мәселесін шешетін бағдарламалар ашылған, иә, қазір. Тағы да қосуларың бар ма? Болды ма? Әзірге осы, иә. Жарайды. Екінші, әке мен бала мәселесі. Анел айтамын дейді. 77 жыл қызмет одағында Кеңес одағында. 77 жыл кеңес одағында қызмет атқарған ес ақсақалдың баласы Мұса Байларов өзінің әкесін жындыханаға өткізеді. Себебі әкесі көтеріліске шыққан жастарға көмек көрсетіп, оларды үйіне паналатқан болатын. Яғни Мұса Байларов ес ақсақалды бірде-бір институттың ректоры болып отырған баласы қызмет жасында әкесінен бас кешіп, сап-сау адамды жындыханаға өткізеді. Жындыханаға өткізеді. Ол өзінің қара басы үшін, иә. Әкем жасаған, әкем орнатқан әділеттілікті мен де қолдаймын деп әке жағына шықпады дейсің ғой, иә. Жақсы, бұл тәуелсіздікке дейін. Тек роман бойынша сөйлеп жатырмыз, иә. Тәуелсіздіктен кейін әке мен бала қарым-қатынасы. Отыр ғой. Әке мен бала әкелерін қарттар үйіне жындыханаға өткізген естімедім дейді, жарайды. Естіп көргенім, мысалға, мен көршім әкесіне көлік сыйлаған. Телевизорден көрсетіп, әншілер мысалға әкелерін екеге апарып. Әншілер ғана ма? Әншілер ғана ма? Басқа әлеуметтік желіде әжібе, кім толықтырып жүреді тағында? Қазіргі әке мен бала, яғни ата-ана мен бала арасында. Қазіргі таңда енді кез келген адам әлеуметтік желіге кіретін болсақ, кез келген танымал адамдар, блогерлер өздерінің ата-аналарын меккеге апарады, пайғамбар жасына жетті деп ұланғайып той жасап береді, автокөлік сыйлайды, аналарына қолдарына сақина білесік алтын жүзгісіне тағылады. Қандай тойын жасап беріп жатыр? Күміс той, алтын той. Күміс тойға енді не шығар, балалар жастық қылады ол кезде. Алтын тойларын жасап беріп жатыр, иә. Анашым екі аяғында тең басып жүрді, екі қолына бірде екі алтын білезік тағып, міне осындай керемет қарым-қатынас тәуелсіздік алғалы. Өте жақсы, өте жақсы. Рахмет балалар. Жұмыссыздық бойынша. Кеңес үкіметі кезінде жұмыстық мәселесі қатты зейінге қойылды. Өйткені кез келген адам жұмысқа тұра алмады өз бетінше. Қара халық нәпақасын табу үшін, яғни балаларын отбасын асырау үшін зауыттарда, цехтарда жұмыс жасады. Кез келген өзім айтып кеткендей, кез келген адамды жұмысқа ала бермеді. Тек қана шен-шекпенді балалардың балалары жұмысқа тұра алды. Және де тағы бір себеп тек орыс тілін жетік білуі қажет болды. Иә, жұмыс істеп нан табу үшін тек қана орыс тілін білу керек, иә, міндетті. Сосын диплом бойынша жұмыс істеу керек. Жұмыс істей ма? Диплом талап етілді, иә? Мысалға шығармада аяған өте білімді, ақылды, өнерлі кісі болады. Бірақ ол құрылыста жұмысшы болды. Жұмыста болады. Өйткені жұмыстан қағылды ғой, иә, қуылды ғой жұмыстан. Ал осы мәселе тәуелсіздіктен кейін қандай шешімін тапты? Қазір Қазақстанда бұрынғы заманға қарағанда жұмыссыз жүрген адамдар саны әлдеқайда азайған. Себебі қазір табыс табады деген адамдарға мемлекет өте жақсы жағдай жасап отыр. Атап айтқанда, нақтырақ сөйлейікші, балалар уақыт кетіп жатыр. Айта кететін болсақ, жұмыссыз жүрген адамдар үшін жұмыспен қамту орталықтары ашылған. Яғни бұл орталықтар ешқандай дипломға қажет етпей адамдарды жұмысқа алады. Және де қазір оқушылар оқуға түсе алмаған жағдайда да өз қабілеттеріне қарай
жұмыс істей алады. Мысалы қазір онлайн Жаңағы дипломсыз жұмыс істей беруге болады деген. Атап айтшы. Негізінде құлаққа түрпідей тиеді, иә? Дипломсыз да жұмыс істеп кете беруге болады. Диплом талап етілмейді деген сөзді. онлайн жұмыстар соның ішінде маркетологтар пайда болып жатыр, иә? Қалай? Және қазір өзіміз көріп жүрген әлеуметтік желідегі блогерлер, яғни олар өз қабілеттеріне қарай ешқандай дипломсыз-ақ үйде отырып табыс тауып отыр. Қазіргі жастар өте қабілетті, көз ашып көкірегі ояу болғандықтан кез келген мамандықты игеріп кете алады. Бейіміне қарай, иә? Өзінің бейімін тыңдап өскен жас сол саланы игертеді, өсіреді, иә? Өндіреді, отырады. Жақсы білім алу. Тәуелсіздікке дейін қалай болды, иә? Шығарманың мазмұнына сүйенсек, ол кездегі қарапайым халықтың балалары жоғарғы оқу орнына түсе алмаған. Тек ауқатты отбасының балалары жоғарғы оқу орнына түскен, бірақ та жел ұшынан қолданылған таныстық арқасында. Себебі ол кездері жоғарғы оқу орнына түсуге тек жылына бір-ақ рет мүмкіндік берілетін еді. Сол себепті таныс бар және де ауқаты бар отбасылардың балалары жақсы жерде жүріп, жақсы оқу алды. Енді кішкене жастық қалып жатсыңдар, балалар. Романда әділетсіздіктер деді ғой. Бүркемеле, бір Зейнат ханым, сен әйттің әдемі айттың ғой, бүркемеленген әділетсіздіктерді қозғады романда деп. Сендерден жалпылама солай түсінік қалыптаспасын сендерде. Өйткені мен де қарапайым шаруаның қызымын, өзім таудың қызымын. Өз күшіммен осы оқуға түскем. Қазақ тілі мен әдебиет саласына өз күшіммен түскем. Ал сендер айтасыңдар, тек қана шеншенерліктің баласы бөлінген мемлекеттік грантқа иеленіп отырды да, қарапайым халықтың баласы оқусыз қалды деп отырсыңдар, иә? Жоқ, олай емес балалар. Ол кезде мүмкіндік біреу-ақ еді, дұрыс. Жаздың күні бір-ақ рет барып мемлекеттік емтихан тапсыратынбыз. Ал қазір ше? Қазір бізге 3 жылдан да көп мүмкіндік беріледі. Енді романда балалар жолы болмай қалған жастарды сипаттағанда, өстіп мен деген тарихшы, дайын тарихшы болып тұрған. Кім еді жігіттің аты? Тағы да бір үлкен мәселе ол Асылхан мен Аяған жүр деп өкінішпен жазады. Асылхан мен Аяған үлкен еңбек шығарады да, бірақ та олар кеңес үкіметі бұған қарсы шығып, екеуін 25 жылға жер аудартып жіберетіні. Кімді? Асылхан мен Жоқ, шатаспа. Қазір оқудан топ беш маған. Топ бер, оқуда отырды. Білім алу мәселесі тәуелсіздіктен кейін. Білім алу мәселесі. Алма айтасың? Білім алу қазіргі таңда жоғары деңгейге көтеріліп кетіп болады. Нақты айт, мынандай болды. Жастар жақсы білім алу үшін түрлі жағдайлар мен бағдарлама қарастырылған. Оның бірі болашақ бағдарламасы. Бұл бағдарлама студенттерді Бұл бағдарлама арқылы не істейді студенттер? 13 мыңнан астам студенттерді шет елде оқуға мүмкіндік сыйлады. Және соңғы 10 жылда білім сапасын жоғары деңгейге көтерді. Болашақ бағдарламасы және қандай мүмкіндіктер, керемет мүмкіндіктер жасалған жоқ? Дарынды балалар әсіресе. Назарбаев мектептері және дарынды оқушыларға арналған мектептер. Дарынды мектептері. Қазақ түрік университеттері, лицейлері, университеттердің көбеюі, иә? Гранттардың көбеюі. Білім ала алады. Яғни білім жасқа қарамайды, Жарайды. Келесі мәселе жастар мәселесі. Тәуелсіздікке дейін. Жастарға шығармадан ауған соғысын кіргізуге болады. Ауған соғысы қаншама бозақты қалапты. Жан-жас жігіттер кім үшін қиылмай қиылып жатыр деген сұрақтар Асылханды тұйыққа тіреді. Ол кеңесінен жоғарыдағылар Асылханды және әкесін шақырып екеуі жазалайды. Соның арқасында Асылхан әкесіне қатты таяқ жеді. Анасы жылап Асылханға жоғарыдағыларға барып кешірім сұрайды. Бірақ та Асылхан анасының өтінішін орындамайды. Алматыға кетіп қалады. Және Асылхан тек қана ауған соғысын айтасың ба, жастар не істеді тәуелсіздікке дейін роман бойынша? Қандай көтеріліске шықты? Желтоқсан оқиғасы деп аталынады тарихымызда. Осындай көтеріліске шығып тәуелсіздіктің тәуелсіздік әперуге бірден бір жағдай жасаған жастар болатын, иә? Жақсы, мен түсіндім. Жастар мәселесі тәуелсіздіктен кейін. Айта қоясың.
Оған сол 1974 және 1986 жылдар аралығында Қазақстан бойынша одан жылға 2000 адам қатысқан болатын. Оның тек көбі жастар болды. Ал одан кейінгі желтоқсан көтерілісі. Енді сол ауған соғысы әлі болып жатыр ма? Әлі барып атсалысып жүрміз бе? Біз екеуін тәуелсіздіктен кейін, тәуелсіздікке дейін екеуін. Тәуелсіздіктен кейін не болды сол ауған соғысы мәселесі? Иә, одан кейін желтоқсан көтерілісі 1986 жылы. Айтып беріңдерші, тәуелсіздіктен кейін ауған соғысы не болды? Жабылды. Тоқтатылды. Бір жылдар тоқтатылды. Яғни тоқтатылғанда соғыс жүріп жатыр. Бізден, Қазақстан Республикасынан жастарға жөнелтілуі тоқтатылды. Ары қарай 1986 жылы желтоқсан көтерілісі болды. Ол жерде студенттер, яғни жастар. айтып қойды. Тәуелсіздіктен кейін. Тәуелсіздіктен кейін қазіргі замандастары, олар елдің болашағы, елдің ертеңі. Қазіргі болашақ жастар дамуды жетістікке жетуді, қоғамда өзінің айқын орнын қалдыруды көздейді. Өте жақсы. Түрлі жаңаша шығып жатқан мамандықтардың иегерлері болып жатыр. Ненің арқасында? Білім алудың арқасында. Кім айтты жаңа? Әдем айтты ғой. Білім алудың арқасында. Жақсы, өте жақсы. Келесі мәселе ой еркіндігі тәуелсіздікке дейін. Ерасыл айтамын дейді. Тоталитаризм кезінде ой еркіндігі болған жоқ. Оған дәлел желтоқсан оқиғасы. Жастар сөйлеп шықты, бірақ ол билікке ұнамай, жастардың барлығын қуғын сүргінге ұшыратты. Екінші бағана алмай айтып кеткенде Бекмаханов кісі. Ол Бекмаханов Кенесары көтерілсін, ұлт азаттық көтерілсі деп айтқаны үшін 25 жылға жер аударылып кетті. Айтқаны үшін 25 жылға жер аударылып кетті. Жер аударылып кетті. Болды ма? Және ауған соғысы Асылханды жаңа айтып қойдым. Қосып айтып қойдым. Асылханның ой еркіндігінің болмағанын айтып кетті ғой. Жақсы. Тәуелсіздіктен кейін ой еркіндігі бар ма енді? Қазіргі таңда ой еркіндігі бар. Ол себебі Назарбаевтың болашақ бағдарламасы арқылы қазіргі таңда жастарымыз шет елдерге асып оқып отанымызға келіп қызмет атқарып жатыр. Екінші тұрғыдан бұны қалай ой еркіндігіне жатқызасың? Себебі оларды шет елдерге асырып, білім беріп, оқытып, қайтып келіп отанымызға қызмет етіп жатыр. Жоқ, апай ой еркіндігі тәуелсіздікке дейін жастардың еркіндігі, сөз еркіндігі, ой еркіндігі болмайды. Жастар жазды. Құжатнаманы толтырды, не талаптың бәрін болды. Сүйікті дағым өз еркіменен сол болашақ бағдарламасы бойынша шетел асып оқып келді. Енді кім қолдады соны? Назарбаев. Халық қолдады. Иә, үкімет билігі бағдарлама, болашақ бағдарламасын ашып қойған екен, қолдады ғой, дұрыс па? Осының өзі ой еркіндігі, және сол тұтқиылдан тиістен шықпай жатсыңдар ғой. Қазіргі таңда қарайтын болсақ, елімізде жасы 30-да болмаған профессорларымыз бар. Олар қазақтың тарихын, тамырын тереңнен зерттеп шығарып отырды халыққа. Ал олардың аяғынан ешкім шалған жоқ. Міне біздің қазақтың тарихы мынандай деп шығарып отырды. Ал кеңес одағы кезіне қарайтын болсақ, ол кезде қазақтың тарихын айтқан адам ұлтшыл деп басқа елдерге 25-30 жылдарда жер аударып жіберілген оларды. Мінекей, бар ғой ой еркіндігі? Өте жақсы, бірақ 30-ға жетпеген. Қазіргі таңда қарайтын болсақ, мысалы қарапайым аялдаманы алайықшы. Аялдамада яғни автобус өз уақытынан кешігіп жатса қоғамдық көлік. Оған ата-аналар барып, яғни әкімшілікке бірден барып арыз шағым жағдай түсіреді. Сондайлар түсіреді. Оны бірден әкімшілік өз тарапынан қарап реттей бастайды. Міне ой еркіндігі осында да байқалады. Және қарайтын болсақ, кеңес одағы кезінде Ауғанстан соғысына біздің жастарымызды 1,5 ай дайындап Ауған соғысының жастарын сол кезде соғысқа әкетіп қалған. Ал қазіргі таңда қарайтын болсақ, әскери борышты, яғни жастардың өз еркінде мынанша жылға барам, 1 жылға барам, 2 жылға барам деп өз еркімен, өз таңдауымен қалып кетеді. Міне ой еркіндігі осы проблеманы да шешуге болады. Түсіндім. Ауған соғысы түгілі дейсің ғой, әскери борышқа барам ба, барсам мынанша уақытта деп өзінің жайларды, ой еркіндігі, сөз еркіндігі шешіп жатыр дейсің. Жақсы, Ерасыл жақсы. Бір-бірлеп айтып берді, рахмет. Ал енді балалар, бір ауыз сөз айтысы бойынша топ аралық бағалау жүрсінші кәні. Бір-бірімізді әсіресе кімнің жауабы әдемі тұрып қалды мына жерде. Кімнің жауабы нақты бағалайықшы кәні. Бір ауыз сөзбен. Мынау топтағы, мынау оқушының деп Алма айтамын дейді. Маған желтоқсан тобында Омарбек алған жауабы ұнады. Ол нақты әрі түгіл мәселелерін көрсетті. Нақты, не айтты ол? Нақты. Шығарма туралы
әдебиеттанушы Жанар Сейсенбаева туралы айтты. Жақсы, рахмет. Аружан, естіп жатсың ба? Адам тәуелсіз тобындағы Айгүлдің ой еркіндігі тәуелсізге дейінгі ой еркіндігі ұнады. Өйткені бұл жерде өмірзая романына қарап отыратын болсақ, Асылханның не айтты ол? Не айтты? Айгүл не айтты? Ауған соғысына туралы шыбылдайды, ал бірақ та кеңес өкіметі оны жазылмайды. Жақсы, рахмет. Ерасыл айтам дейді? Маған Ерасылдың айтқаны ұнады. Ол барлығын жіліктеп, барлығын автобус туралы, соғыста қазіргі ой еркіндігі барлығын ойланып жатқан едік, бәріміз не айтар екен, әдемі жеткізді. Ерасыл айтам дейді? Маған желтоқсан тобында Асанның жауабы ұнады. Ол себебі өмірзая қасымның басты проблемасын айтып бізге түсіндіріп берді. Өте жақсы. Және Қуаныш сөйлеймін дейді? Білім алу саласында мәңгілік ел тобында Мағауияның жауабы ұнады. Ол өткен тәуелсіздікке дейінгі өмірдегі білім алу мен қазіргі білім алу дипломсыз жұмыс істеу керектігі өзінің несі сол жауабы ұнады маған. Өте әдемі, иә? Кішкене ойландырып қойды дейсің ғой, иә? Өте жақсы. Рахмет балалар, тағы да кім бағалаймын дейді? Нұрбану сөйлеймін дейді? Маған мәңгілік ел тобындағы Нұрланның жауабы өте ұнады. Мен үшін өмірзая деген сөздің мағынасы, жетім жұлдыз деген мағына мен үшін өте тың мәліметтердің бірі болды. Жаңалық болды, иә? Жақсы. Енді балалар, бүгін біз сабақта не алдық, не үйрендік, тағы не үйренгіміз келеді. Аяқталмаған сөйлем әдісі арқылы, есте сақтауға тұрарлық бір нәрсені айтсаңдар болды. Есте сақтауға тұрарлық. Сіз білгіңіз келетін екі нәрсе. Сіз бұрыннан білетін үш нәрсе. Және сіз жаңадан үйренген төрт нәрсе. Енді төртеуге жетпесе де, әрқайсымыз біреуден айтсақ та, жарты сөз айтсақ та, кері байланыс беруге міндеттіміз. Ал айтсақтар қандай да ғой? Менің білгім келетіні, егер 86 жылы жастар алаңға шықпаған кезде, біз қазірдің өзінде де КСРО одағында тұратын еді. Жүре берер ме еді, иә? Өте жақсы, Намзай. Сіз бұрыннан білетін, біз желтоқсан оқиғасы мен ауған соғысын бұрыннан таныспыз осы оқиға туралы. Бұрыннан білетініміз, иә? Жақсы, Нұртөре сөйлеймін дейді? Тәуелсіздікті жастардың есіне Тәуелсіздік жастардың есінен келді? Қанымен келді. Оны қайсыған жатсызасың балам? Сіз бұрыннан білетін. Сіз бұрыннан білетін, өте жақсы. Анет сөйлеймін дейді? Сіз жаңада үйренген кезде мен қазақтардың ауғандардың не үшін соғысқанын жатқызғыма болады. Жазықсыз оққа байлаған, иә? Аружан сөйлеймін дейді? Сіз білгіңіз келетін еліне осы Баққа Жамақайдың шығармасы маған қатты ұнады, сондықтан оның басқа да шығармаларын іздеп білгім келеді. Іздеп білгім келеді. Және Данагүл? Сіздің жаңадан үйренген нәрсеңіз, біз осы күнге дейін желтоқсан мәселесі және кеңес одағындағы кездерді білсек те, біз бірақ сол кездің ішінде баспана мәселесі, соның ішіндегі жастардың, олардың болашақ білім алу жайында біз осы романды оқи отырып білдік деп айтсам болады. Тағы да біреуі күн келсе не істейсің? Нені оқисың? Романды толығымен оқып аласың, иә? Өте жақсы. Бәрімізді қозғадық қой, айтып. Сіз бұрыннан білетін, біз 9-шы сыныпта Ермұхан Бекмұхан туралы өткен еді. Соны бұрыннан білдік. 9-шы сыныпта? Ермұхан Бекмұхан тарихтан. Тарихтан, дұрыс. Ал әдебиеттен не өтті? 9-шы сыныпта. Осы зерттеген ғылыми жұмысының аты не еді? Кенесары Қасымұлының бастаған көтерілісі туралы оқыды. Оны кім жазған еді? Қай жырау жазды? Бастан аяқ қатысқан соған, сол көтеріліске. Нысанбай, естен шығаптарында сөйлеймін дейді. Бұл байланыс бойынша аяқталмаған сөйлем. Жаңадан білген бұл шығармада сюжетіне мән берсек, бұл жақта жақсылық пен жамандық та, игілік те, адамгершілік те бәрі дәріптеп көрсетілген. Яғни автор бір сюжеттің ішіне барлық адамның адамгершілік қасиеттерді де қолданған. Жақсы балалар, рахмет барлықтарына. Бүгінгі мақсатымызға жеттік пе балалар? Шығармадағы автордың идеяның өмір шындығымен байланысын анықтау және әдеби шығарманың жанрына қарай композициялық ерекшеліктерін айқындау. Мақсатымызға жеттік деп ойлаймын. Сабақ сәтті шықты деп ойлаймын. Өте белсенді, өзін белсенді көрсеткен балаларды мен әрине бағалаймын, қошеметтеймін. Тәуелсіздік
тәу өтер, жан кейін деп Әбіш Кекілбаев ағамыз айтқан еді ғой. Тәуелсіздігіміз бізді тек қана мәңгілік елге бастасын. Тұғырымыз биік болсын. Рахмет сізге.